Хай, I'm Boka Play. Бүгін 8 наурыз әйелдер мейрамы. Сендер үшін бірақ 9 ма, 10 ма сондай наурыз. Бірақ негізі бүгінгі мен видео түсіріп жатқан күн 8 наурыз. Мен бүгін видео салуға уақытым жоқ, шынымен айтамын. Соңғы кездері менің ең алғашқы махаббатым деген видеоны түсіруге менде мотивация өте көп болып жүрді. Бүгінгі видеода ешқандай да әзіл болмайды деп ойлаймын. Менің ең алғашқы махаббатым садикте болған. Қой құрсын, оны айтпай-ақ қояйын. Мен ең алғашқы махаббатым 8-ші сыныпқа өткенде, 7-ші сыныпты өтіп 8-ші сыныпқа өткен кезде болған. Жаздың бір айы ол параллель сыныпта оқитын қыз еді. Мен оған сөз салуға, мен оның бірінші басында вообще араласпайтынмын да, сосын оған сөз салуға үйіне бардым. Не ВКонтактемен жазбаймын, не телефонмен звондауға да ми жетпейді. Үйіне барып, заборын тоқылдатып тұрдым. Ол үйінен шығып, заборды ашты да мен ішке қарай кіргізді есік алдына. Бардым да фундаментке отырдым. Привет дедім. Екі қолым еще тіземде, привет деп. Привет. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Мен сені жақсы көрем. Ол тұрады да бет. Мен жігітім бар, қайда 11-ші сынып оқиды. Бум! Немене? Мен ол қызды бір періштедей пәк, ешқандай жігітпен жүрмейтін бір керемет қыз шығар деп ойлап жүрсем, ол өзінен 5 жас үлкен бір жігітпен жүр. Қазір 8-ші наурызда мен есіме бір нәрсе түсіп кетті, өткен жылы болған оқиға. Мүмкін сіздер үшін мен қазір айтып беретін мүлде қызық емес шығар, бірақ мен өзім есіме түссе ол кәдімгідей күлкімге әбді қақасым. Сіздерге қызық болмаса да мен айтып берейін. Шыны керек, мен бұрын тормыз болғам, қазірде тормызым, бірақ ол сияқты бұрынғыдай тормыз емеспін, қазір сәл нормальный ла бұлай, өзім ашық сезінем қыздардың алдында. Ал енді елестет. 8-ші наурыз, ұзын коридор, 10-ші сынып оқитын Бауыржан деген тормыз. Қолында Рафаэлла бар. Не бір гүлі де жоқ. 11-ші сынып оқитын бүткіл мектептің, тіпті бүткіл мектеп емес, бүткіл ауылдың жігіттерінің арманында жүрген қызды тоқтатып, мейрамынмен деп қолымдағыны берді. Ол қарайды да, рахмет, пока. Болды, солақ, бар болған, солақ. Негізінде статистика бойынша мен көрермендерінің 30% қыздар. Қыздар сендердің алдында мен рейтингім кәдімгідей бүйтіп. Түсіп қалғанша бүйтіп. Мақыл негіз, түсе берсін, маған бәрі ұш. Бірақ мен қазір қызым бар. Енді қызым бар ма деген сұрақтар қоймайсыздар деген ойдам. Өтініш сол сұрақты қоймаңыздаршы. Менде группамда обсуждение ашқан едім, сұрақ-жауап дегенге, видеоға, рубрикаға. Сояқта сұрақ қоятындардың барлығы сол қызым бар ма деген сұрақты қоя берді. Сонда жоқ, қызым мақыл жоқ болсын, не пайда болған сіздерге? Мен сіздерге оны сұрақ-жауап рубрикасы негізінде әзір ретінде түсіреміз деп ойластырғам негізінде. Оған бір әзір ретінде сұрақтар қоясыздар да, мысалға туалетте сен не істейсің деген сияқты сондай сұрақтар қойыңыздар деген едім негізінде. Солай, егер де сол жаққа сұрақ қоюларыңыз келсе, өздеріңіздің күлкінішті сұрақтарыңыз бар болса, демес астында болады, группаға барасыздар, обсуждение дегеннен ашасыздар да, сол жақта сұрақ-жауап деген рубриканкі болады, соған кіресіздер, сұрақтарыңыз қоя беріңіздер. Келесі видеода мүмкін сұрақ-жауап деген видео түсіріп қалатын шығармын, бірақ келесі видеода точно түсіремін деп айтамаймын, бірақ түсірем. Бірақ қызымның кім екенін бірақ айтамаймын, кешірім өтінемін, себебі оның рұқсатынсыз айтқан бір түрлі сияқты. Рұқсат беру керек, сосын егер рұқсатын беріп жатса айтамын, неге айтпасқа. Ал сіздермен бірге болған Boka Play, бәріне бай-бай. Йоу.